Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен қолдың еркін түтікті бұлшық еті тоқпанжілікті талдайтын боламыз. Тоқпанжілік хюмери деп аталады. Оның бізде ең бірінші денесін, диафизін бөлеміз және проксимальды эпифизі, сонымен қатар дистальды эпифизен тұрады. Және оның үш қырына ажыратамыз. Ол бізде медиалды қыры марго медиалис, латеральды қыры марго латералис және алдыңғы қыры марго антериор деп аталады. Және оның үш бетін ажыратамыз. Ол бізде алдыңғы медиалды беті фацис антериомедиалис, алдыңғы латеральды беті фацис антериолатералис және артқы беті фацис постериор. Алдыңғы бетінде біз көретініміз форамен утрицум, қоректендіруші тесік, яғни қоректендіруші қан тамырының тесігі, және дельта тәрізді бұлшық еттің бекитін бұдыры тубероситис дельтаидея деп аталады. Артқы бетінде көретініміз жүлге. Бізде кәржілік нервінің жүлгесі sulcus nervis radialis деп аталады. Келесі проксимальды эпифизі. Ең бірінші көретініміз шар тәрізді келген тоқпанжіліктің басы капут хюмери, анатомиялық мойны одан төмен орналасқан колюм анатомикум және төменірек хирургиялық мойын колюм хирургикум деп атаймыз. Алдынан қараған кезде екі төмпешігін көре аламыз. Ол бізде үлкен төмпешігі туберкулум майус және кіші төмпешігі туберкулум минус деп аталады. Төменірек олар төмпешіктің қырқаларына өтеді. Криста туберкули майор және криста туберкули минор. Екеуінің ортасында sulcus интертуберкулярис орналасқан. Ол жерде бізде екі басты бұлшық ет бекитін сіңіршесі бекиді. Төменгі ұшы немесе дистальды эпифизі деп атаймыз. Бұл жерде ең бірінші көретіміз айдаршығы. Айдаршығының өзі капитум хюмери басынан және шығыршығы трахея хюмериден тұрады. Оның үстінде фосса радиалис деп аталатын кәржіліктік шұңқыр орналасқан алдынан қарағанда және тәждік шұңқыр фосса короноидея орналасады. Ал артынан қараған кезде фосса алекрани деп аталатын шынтақтық шұңқыр орналасады. Мына орналасқан кондилус, яғни айдаршықтарының шетінде, үстінде бізде айдаршық үстіліктер орналасады. Эпикондулус медиалис және эпикондулус латералис. Олар жоғары қарай қырқаға өтеді. Криста супракандилярис латералис және криста супракандилярис медиа болып табылады.